Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа маш көже жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, турап алған етімізді салып қызартып қуыратын боламыз. Мендеге тұздалған ет, тұз салмастан қызартып қуырып алдым. Яғни ұсақтап турап алған пиязымызды да салып, картопымызды салып қуыратын боламыз. Осылайша сәбізімізді де турап салып қуырамыз. Яғни барлығын араластырып, қызартып қуырып алатын боламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен кешкі асты бірге бөлісіп отыратын боламын. Яғни бір ас қасық томат пастасын салдым. Осылайша суымызды құйып, баяу отта қазанның қақпағын жауып қайнататын боламыз. Алдын ала жуып тазалап алған машымызды бөлек ыдысқа пісіріп алатын боламын. Мен осылай жасадым. Жаңағы қайнап шыққан сорпамызға алдын ала жуып тазалап алған күрішімізді салатын боламыз. Осылайша күрішіміз дайын болып піскен соң машымызды саламыз. Машымыз да дайын болып пісіп шықты. Осылайша қазанымызға салып, жақсылап барлығын салып араластыратын боламыз. Осылайша араластыратын боламыз. Бұл тағамды барлығы жақсы көреді деп ойлаймын. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.